Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге құймақтан осындай сүзбелі салмамен пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сүзбе жақсы көретіндерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Менің үй ішіме өте қатты ұнаған пирог. Сіздер де жасап көріп, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Видеомды соңына дейін көріп, мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Біріншіден бізге құймақ дайындап алу керек болады. Құймақтың рецепті менің YouTube каналымда бар. Ссылкасын описаниеге жазып кететін боламын. Салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге сүзбе керек. Сүзбенің үстіне 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне дәміне қарай құмшекер қосып, жақсылап блендермен ezеміз. Блендер болмаса, шанышқыны қолдансаңыздар болады. Блендермен ezіп болғаннан кейін осындай бір келкі қою сүзбелі массамыз дайын болады. Енді пирогымызды жинай бастаймыз. Ең алдымен құймағымыздың ішіне осы салмамызды ұзын етіп жайып шығамыз. Молынан салсаңыздар дәмді болып шығады. Одан соң арасына салғаннан кейін осылай ешқандай шетін қайырмай бір келке етіп орап шығамыз. Одан соң табамызға осылай шетінен бастап орналастырып шығамыз. Менің табам кішкентай 24 диаметрлік болды. Сіздерде одан үлкендеу таба болатын болса, оған да жасай беруге болады. Барлық құймақтарды орап осылай табамызға орналастырып шығамыз. Егер сіздерде бір қабат жасағаннан қалып қоятын болса, салмасы мен құймағын тағы да істеп 2 қабаттан жасауға болады. Арасына салмасын көбірек салатын болсаңыздар, түрі де әдемі әрі дәмді болып шығады. Барлық құрамның мөлшерін описаниеге жазып кететін боламын. Құймақтардың арасын тығыз етіп орналастыруға тырысыңыздар. Құймақтарымыздың барлығын орналастырып болғаннан кейін үстіне құятын қаймақты массамызды дайындаймыз. Қаймаққа бір жұмыртқаны жарып, үстіне құмшекерді салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң оны осы пирогымыздың үстіне құйып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да түрлі тәттілердің, ыстық тағамдардың ерекше түрлері бар. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осылай сап-сары болып пісіп шығады. Пісіп болғаннан кейін бірден кесуге болмайды. Суыту үшін холодильникке кемінде 1 сағатқа қойып қою керек. Мен пирогымның үстін осылай шиені қойып сәндеп шықтым. Сіздер қарақат, құлпынай сияқты басқа да жемістермен сәндесеңіздер болады. Өте дәмді ерекше пирог болып шықты. Менің үй ішіме өте қатты ұнады. Кескеннің өзінде осындай әдемі болып тұрады. Менің үй ішіме өте қатты ұнаған пирог. Сіздер де жасап көріп, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады.